Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Мәжіліс депутаты Мұрат Әбенов дін мемлекеттен бөлек деген ұғым неге енгізіліп жатқанын түсіндірді. Депутат мысал ретінде имамның 4 балаға аяғын уқалатып отырған кезін келтірді. Түркістан облысында көрдік қой, имам 4 балаға аяғын уқалатып отыр. Бұл не масқара? Оны заңды тұрғыда шешейік десек, жоқ, ол діни колледж дейді. Діни колледж мемлекеттің қаржысымен жұмыс істеп отыр. Оны көрген балалар ертең қалай дамиды дейді депутат мырза. Мұрат Әбенов діни сала білім саласынан бөлек екендігін де айтады. Кейде балаларды сабақ уақытында жинап мешітке апарып шаралар өткізіп жатады. Ол да баланың құқығын бұзады. Сол үшін діни сала білім саласынан бөлек. Қазіргі конституцияның өзінде дін мемлекеттен бөлек, зайырлы мемлекетпіз деп айтамыз. Бірақ дін болмайтын жерге араласып жатыр. Білім саласына да араласады, домбыра тартуға болмайды деп жатады. Балаларды дамытуға қарсылық білдіреді. Жалпы адами құндылықтарға сүйенеміз. Келіннің сәлем салуы дұрыс емес, тұсаукесер бесікке салу дұрыс емес, дінге қарсы дейді. Халықтың мыңдаған жылғы дәстүріне зиян келтіреді дейді депутат Мұрат Әбенов. Ал сіз депутаттың айтқан дәл осы пікірін қолдайсыз ба? Төмендегі комментарийге пікір қалдырып, каналға жазылуды ұмытпаңыз.